Медитация дегеніміз ол дұға, зікір, Құран оқу, салауат айту деген әдістердің жиынтығы медитация. Сол мағынаны алады. Медитация, дұға жасауды медитация. Яғни қолыңыз жайып истихара намазын оқу, қажет намазын оқып дұға жасау, пайғамбар үйреткен неше түрлі дұғалар бар. Таңғы, кешкі зікірлер бар. Құран оқудың өзі медитацияға жатады. Салауат айтудың өзі медитацияға жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, кімде-кім маған бір салауат айтса, оған 10 салауат қайтарылады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім салауат айтып тұрып, мағынасын айтып жатыр мен бұл хадистің. Мағыналай. Кімде-кім салауат айтып тұрып, өзінің тілегін де еш нәрсе қоспай, құр салауат айтып берсе, Алла тағала ол тілегін сұратпай-ақ береді дейді. Ол сұрамайды. Мысалы, ойлаңызшы, сіз мұқтажсыз, сіз бір жерге тіршілігіңізге бір мұқтаждық пайда болып тұр. Сіз сол мұқтаждығыңыз, Аллахым, осы бір мұқтаждығымды жауып берші, немесе бір қарызымнан құтылайыншы, немесе алдында бір үлкен бір жауапты іс тұр, содан аман есен өтейінші. Жоқ, оны айтпай-ақ қой дейді. Соны айтпай-ақ, құр пайғамбарымызға беріліп, ана нәрсені жүрегінен алып таста, сөйтте салауат айта берші дейді. Сен соны табасың. Бұл пайғамбарымыздың уәдесі. Осы жерде енді пайдаланып мен түртіп кеткім келген дүние. Зікірдің, енді ол үлкен тақырып негіз. Бірақ зікірдің имам Ғаззали түбін айтады, бір шетін айтады. Өз бір кітабында Ихия Улумуддинде әрбір мүрит адамның зікірдегі баспалдағын айтып кетеді. Сол кездегі мысалын айтады ол кісі. Ең бірінші мүрит адамға белгілі бір шарттар қойылады. Сол шарттарды орындағаннан кейін ол ұстазға келіп сабағына қатысуына рұқсат алады. Ол шарттарды орындамаған адам қатыстырмайды. Сол шарттар орындалғаннан кейін ол кісіге зікірге рұқсат беріледі. Зікір дегеніміз медитацияның бір түрі. Дұға да медитация, бірақ ол зікір емес. Зікір бір сөзді қайта-қайта қайталау. Мысал, ла иляха иллалла Мұхаммад Расулла. Соны имам Ғаззали айтады, осы ла иляха иллалла Мұхаммад Расулланы әлгі кісіге 100-200 реттен бастатып, бірнеше мыңға шейін айтқыздыра бастайды дейді. Сөйтіп отырып ұстазы бақылайды дейді. Егер ол кісінің соны айтып атқанда жүрегіне дүние кіре берсе, зікірі бөлініп кете берсе, онда оны зікірін тоқтатады, сен зікір айтуға қақың жоқ әлі дейді. Сөйтеді жоғарыдағы дүниені тоқтататын ғылым білім егесінің жанына қызметке жібереді. Яғни білімді адамның қызметінде жүріп, сол кісінің уағызын тыңдап, сабағын алып, мынау зікірге жетерлі баспалдаққа қайта көтеріледі ол. Оған көтерілмейінше ол адам қызметте болады. Сол көтерілгеннен кейін оған зікірге қайтадан рұқсат береді да, көреді, бақылап. Егер ол зікір алып атқанда, енді қараңыз, баспалдағын айтып беріп жатырмын ғой, дейді. Зікір айтып жатыр, бір кезге келген кезде дейді, ол кісі айтады, тілің тоқтамай айтатын дәрежеге жетесің дейді. Яғни сен тілің контрольда ұстамайсың, өз айта береді. Ла иляха иллалла Мұхаммад Расулла, ла иляха иллалла Мұхаммад Расулла. Айта береді. Білмей қаласың, өзің айта бересің дейді. Бұл ең алғашқы баспалдақ. Енді бұдан кейінгі шығатын баспалдағың дейді. Осы нәрсені 10 000 рет айтып отырғаннан кейін сондай бір баспалдағы ашылады саған. Егер сол 10 000 рет айтып атқанда құр тілің айтып денеңнен шығып кетсең дейді. Ойлаңыз, бірінші баспалдағы ол. Содан кейін саған мағына келе бастайды сол сөздің дейді. Сен саннан жаңыласың дейді. Бұл саннан жаңыла бастайсың да. 1000 айттым, 100 айттым деген жоқ. Сол кезде ұстазың сенен қолыңнан уже тәспін алады. Болды. Сен санама. Сен айт оны, тек қана айт. Айта бастайсыз, бұл жерде жүрегіңізге мағына орныға бастайды. Яғни сіз жүрегіңізбен Аллаға байланысуды үйрене бастайсыз. Бұл да әлі бастауыш адамның қадамы, бұл екінші қадамдардың біреуі. Осы қадам кезінде сіз ешқандай зікір айтып атқанда, анау мағына басқа мағынаның бәрін айдап шыққанға шейін айтасыз. Ойлаңызшы, сіздің ойыңызда дүние, тіршілік, ақырет, еш нәрсе қалмайды екен ғой. Соншалықты зікір айтылады, ана жақта сіз белгілі бір біздің заманымен айтқанда бір трансқа өтіп кетесіз. Транс, яғни бір бөлек әлемге өтіп кетіп, зікірге соншалықты кіріп кеткеннен. Ұстаз әрбір зікір айтқаннан кейін
шәкіртінен комментарий алып тұрады. Қалай сезіндің өзін? Ол сезімінің бәрін айту керек. Мына жерім ауырды, бір ой келді, бір ой кетті. Соның бәрін ұстаз бақылайды. Егер дұрыс емес ой келсе, оған екі түрлі жол қолданады. Ақылменен дәлел айтып береді, оның ойына қарсы. Егер ол ойға сол ақылы әлі Алланы ойлайтындай ақылы жетпеген болса, әлі көтерілмеген болса, оған уағыз айтады. Егер сол уағызға да жетпесе, онда ол зікір дәрежесінен қайтадан аттасталынады да, баспалдақты қаттан басынан бастайды. Ойлаңызшы, осылай әр баспалдақ ауырлықпен шығылады. Сонша бір дәрежеде дейді имам Ғазали айтады. Ойлаңызшы, субханаллахил азим, таңғаласыз. Бұны көп адам таңғалатын шығар, бірақ сондай дүние бар да ол. Сондай бір зікірменен сондай бір дәрежеге жетеді. Әлгі адам алдына келген адамның түріне қарап ойын, түріне қарап мінезін, немесе кейде істеп келген ісін көре алатындай дәрежеге жетеді. Футухаттар болады. Иә, футухат. Бірақ сол футухат кезінде ұстазына қайтадан ұстазымен ғана кеңеседі. Оған ұстазы ол футухаттарды жаңағыдай көңіліне, көзіне ашылып жатқан дүниені айтпауға, оны дұрыс қолдануға, сол жерде адасатын кез келеді екен ғой қатты. Мен анау өз-өзін тәкаппарлана бастаса, мен жұртты біліп қойдым. Мен ондай, міне осы кезде шайтанның ең үлкен дүниесі бұл, адамды Алланың жақыны қылады, болмаса тәдарруж деп айтады, Құдай сақтасын. Шайтан өзінің жолына қарай тартатын кезге келеді екен ғой. Өте ауыр. Сол кезде ұстазбен отыру керек болады екен. Ұстаз сол жерде отырып, ол кісіні шайтан жолына өтпеуін қадағалап, мен ана кісінің ойын біліп қойдым, ол кісінің мына жерде мынандай істеп келген білдім дегендей, сондай албырттықпен айтқанда ұстаз оны басады. Тоқта, оны айтпа. Бұл Алладан келген шығар. Мүмкін шайтаннан келген шығар, қайдан білесің? Сен сабыр ет. Сенің қызметің ол емес, яғни оның ар жағындағын көріп қою емес. Алла саған берді, сен содан сабақ ал. Және оны оған айтпа, оған керегін айт. Яғни алдына келген адамның ол ойын немесе артында болған уақиғасын көріп тұрады ол. Бірақ ол оны айтпайды, бәлки оған керек қызметін айтады. Бауырым, мысалы сен осындай жасап жүр екенсің демейді. Бәлки мен сізге кеңесім, сіз садақа беріңіз. Мысалы айтайық, бір адам сараңдық жасап жүр да, ана кісіден мүмкін бір Алла тағаланың бір белгісімен ана кісінің садақа жасамай, зекетін бермей, сараңдық жасап жүргені біліңкіреп қалу мүмкін. Сол кезде айтады, сен дейді, осы кезде садақа берсейші, жүрегің ашылады ғой деп, жай ғана кеңес айтады. Бітті. Ал ол адам негізі қайдан біліп қойды деген таңырқау ғана қалады. Мынау соны қарапайым қабылдау керек болады. Мен бір шетін айттым мен. Бұл өте андай грубый мысал дейді ғой. Зікірдің бір шеті осы. Буддизмдегі зікірде осындай дәрежеге шейін алып барылады. Оны атақты Софы Аллаяр деген сөздің кітабында жазады. Егер бір кісі ұшса ауаға дейді, оны шариғат біліміне сал дейді. Егер оның ұстанымы, істеген ісі мен айтқан сөзі шариғатқа дұрыс келсе, оған сен дейді. Ол сен шынымен ауада ұштың деп. Ал егер оның шариғаттың шекарасына келмесе, оны көтеріп тұрған шайтан деп біл деп айтады. Жаңағы тадарруж. Иә. Ол кісіні Құдай сақтасын шайтан алдап, дозаққа қарай сүйреп атқаны болады. Құдай өзі одан аман қылсын. Алла сақтасын. Сол үшін медитация тақырыбы шынымен бір отырыста бір ашылатын дүние емес, бірақ мен қысқа айтатыным, оны медитацияны негізі имам Ғазали ұстаздан алынады деп айтады. Оны медитацияны дұрыс үйретіп, және ол медитация айтып атқан адамменен ұстаз тығыз байланыста болу міндет. Сен айттың, мен айтып болдым мысалы, немесе бір 10 күн айт, 10 күн айтқаннан кейін қайтып келеді ол адам. Сөйтіп сол жердегі ішіндегі ойын, сезімін бәрін айту керек. Сол жерде шариғатқа дұрыс болмай қалған жері бар ма, шайтан мені сүйреп баратыр ма, соның бәрін ұстазы алдын ала оған жолын көрсетіп беріп отыру керек. Онсыз бір адам отырып алып медитация жасап жатыр, мен зікірге кіріп кеттім деуі жақсы емес. Ал бірақ бұл зікір мағынасында. Егер медитацияны сіз дұға, салауат, Құран оқу мағынасында қабылдасаңыз, онда тағы да сауалым бар оған. Қосымшам. Біріншіден, сіз өзіңіз қалағанша салауат, өзіңіз қалағанша дұға жасауыңызға хақыңыз бар. Ал Құран оқуды дәл солай
ұстазыңыздан алғаныңыз абзалырақ болады. Тек сіз өзіңіз қари болып немесе жаттап алған Құраныңыз болса, соны өз уақытыменен қайталап тұрғаныңыз нұр үстіне нұр.